Сәлеметсіздер ма? Менің аты-жөнім Каратаева Айзада Маскубаевна. Мен жаратылыстану және спорт кафедрасының аға оқытушысы, экология магистрімін. Бүгін сіздерге биологияны оқыту технологиясы пәні бойынша шолу дәріс жүргізетін боламын. Аталған пән биология мамандығына арналған, пәннің негізгі мәртебесі кәсіптендіру пәні, таңдау компоненті болып саналады. Кредит саны 5. Пәннің негізгі мақсаты осы білім берудегі жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламасын жүзеге асыру үшін жаңа тәсілдерді оқыту технологияларымен таныстыру. Пәннің негізгі міндеті мектеп мұғалімдеріне биология пәнін оқытуға арналған жаңа технологиялармен таныстыру, техникалық құралдармен, ақпараттық және қашықтықтан оқыту, компьютерлік технологияларды қолдану арқылы биологиялық білім беру жүйесімен таныстыру. Сонымен қатар сыни тұрғыдан ойлау технологиясын қолдану негізінде әртүрлі деңгейдегі биологиялық міндеттерді үйрету. Пәннің негізгі мазмұнына тоқталатын болсақ, пәнді игеру барысында мынадай тақырыптар қарастырылады. Биологияны оқыту технологиясы пәнінің зерттеу бағыт, мақсат, міндеттері, оқыту технологиясы бойынша сабақтарды ұйымдастыру жүйесі, табиғатты зерттеу әдістері және техникалық құралдар кешені, сонымен қатар биологияны оқыту формалары, әдістері, құралдары, биология сабағының негізгі құрылымы, болашақ педагогтың педагого-психологиялық дайындығы, биология ғылымының жаңа бағыттары таныстырылады. Сонымен қатар пәнді игеру барысында білім алушының бойында мынандай құзыреттіліктер қалыптасады. Білуі керек, жаратылыстану әдістемесінің даму тарихын, заманауи мектептердегі биологиялық білім беру жүйесін білу керек. Биология пәнінің орта мектептерге арналған оқу бағдарламасының мазмұнын зерделей білуі керек. Сонымен қатар биологияны оқыту технологиясы мен оқыту тәрбие үдерісін дұрыс ұйымдастыруды білуі керек. Жасай білуі керек. Биологияны оқыту әдістерін іріктеуді, сонымен қатар биология кабинетін заманауи талапқа сай жабдықтауды білу керек. Оқытудың техникалық құралдары мен қашықтықтан оқыту жүйесін жете меңгеру керек. Биологияны оқыту әдістерінің жүйесі. Әдістеме дегеніміз бұл оқытып тәрбиелеудің мақсатын, педагогикалық іс-әрекеттің барысын, оқытудағы тиімді әрі белсенді әдістерді дұрыс таңдауды анықтайтын жүйе болып саналады. Жалпы тәжірибелі мұғалім сапалы білім беру үшін оқыту әдісін дұрыс таңдау керек. Сонда ғана сапалы білім қалыптасады. Оқыту әдістері және оның түрлері. Оқыту әдісі дегеніміз не? Бұл оқушының алдына қойған мақсатына жету үшін оңтайлы іс-әрекет ұйымдастыру деген сөз. Сонымен биологияда мындай оқыту әдістері жіктелінеді. Яғни сөздік әдісі, танымдық әдіс, бұл білімнің кілті, сөз және көркемділік. Практикалық әдіс бұл білімнің кілт сөзі, яғни оқыту объектісі немесе нысандарымен таныстыру. Сөздік әдістер тобына не кіреді? Бұған баяндама, әңгімелесу, түсіндіру, лекция, тағы басқа да жағдайдағы іс-әрекеттер көрініс береді. Танымдық іс-әрекеттерге бұл тәжірибе дәрежесінде көркем мақалалар, яғни ғылыми мақалалармен таныстыру, сонымен қатар оқытылатын биологиялық объектіні сурет, сызба түрінде, муляж түрінде немесе модель түрінде таныстырып, бейнесін толығымен көрсету танымдық әдіске жатады екен. Ал биологиялық білім беруде практикалық әдіс дегеніміз бұл лабораториялық зерттеу әдістері немесе табиғат аясында топ серуен жүргізу негізінде табиғат құбылыстарымен таныстыру барысы қамтылады. Әдістемелік тәсілдер бұл сөз білім беру әдістерінің барлық түрлерінде қолданылады, бірақ сөздік функциясы ол білімнің негізгі кілті болып саналады. Биология саласындағы білімді жете меңгеру үшін терминологияны жете меңгеру керек, сонда ғана әрбір құбылыстың ғылыми мазмұнына ұғынатын болады. Ары қарай, логикалық тәсілдер биологияны оқытуда интеллектуалды логикалық іс-әрекеттер жатады. Ол салыстыру, бірінші логикалық тәсілдерге салыстыру, жариялау, белгілерді айыру, нәтижелерді шығару және дәлелдеу. Екінші ұйымдастырушылық тәсілдерге бұл жоспар және жоспар бойынша жауап беру және тақта алдында жауап беру, орнында жауап беру, яғни іс-әрекет барысы қамтылады. Техникалық тәсілдерге әртүрлі құралды жабдықтарды, материалдарды қолдану оқушылардың танымдық қабілетін арттырады. Сонымен қатар педагогикалық технологиялар кешені толық таныстырылады. Педагогикалық техника тірек белгілер арқылы оқыту технологиясы, ойын арқылы оқыту технологиясы, модульдік оқыту технологиясы, дамыта оқыту технологиясы, ақпараттық технология, деңгейлік сараптап оқыту технологиясы, интерактивті оқыту технологиясы, кәсіби бағдар технологиясы кешендері
оқытылады. Сонымен қатар оқыту технологиясы дамыта оқыту, сыни тұрғысынан оқыту, тірек сызбамен оқыту, ақпаратты оқыту, бағдарламалық оқыту, модульді оқыту, проблемалық оқыту, деңгейлі оқыту және ұжымдық оқыту деп жіктеледі. Сонымен қатар оқытудың инновациялық әдістерінің жіктелуіне назар аударайық. Яғни қатысушылардың санына байланысты жеке, топтық жұмыс, ұжымдық жұмыс, триада немесе диада деп жіктелінеді. Ұйымдастырылуына байланысты аудиториялық немесе аудиториядан тыс. Аудиториядан тыс болса, яғни жоспарлы немесе экскурсиялық, жаңа айтылғандай, табиғат аясында биология сабағын үйрету барысы қамтылады. Компьютерді қолдану, яғни қазіргі таңдағы ақпараттық технология, дербес компьютерсіз, компьютерлік ойындар арқылы, компьютерлік бағдарламалардың негізінде табиғи құбылыстарды үйрету. Сонымен қатар аталған пәнді игеру барысында білім алушылардың бойында мынадай дағды қалыптасады. Яғни оқытудың теориялық негіздерін толық қамтиды, практикалық ережелерімен толық танысады. Сонымен қатар биологиялық оқытудың инновациялық технологияларының, әдістердің кешенді түрлерімен танысады. Микроскоппен дұрыс жұмыс жасау және биологиялық препараттарды зерттеу, электронды фотобейнелерді айқындау, ғылыми тәжірибелік сызбаларды түсіну дағдылары қалыптасады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.